Сәлем достар, мен сіздермен бүгін үй жағдайындағы айсти компот дайындайтын боламын. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер ол лимон, бір тал және де апельсин, ең үлкен алма мен орташа алманы аласыздар. Осы барлық жемістерімізді жуып және де каркаде қосамыз. Бұл каркаде менде дүкеннің каркадесі. Сондықтан да кез келген каркаде алып қоса берсеңіздер болады. Сонымен қатар мен өзім арнайы осы компотқа 1 килограмм қантымды өлшеп алдым. Енді барлығын жуып, қазір турайтын боламыз. Мінекей достар, мен барлық жемістердің барлығын жудым. Енді қазір осы жемістерімізді компотқа тураймыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы болса, солай турасаңыздар болады. Маған ыңғайлысы осылай екіге бөліп, ішіндегі керек емес заттарын алып тастап, содан соң турау ыңғайлы болғандықтан мен өзіме осылай турадым. Ал сіздер өздеріңіз домалақ етіп турасаңыздар да өз ыңғайларыңызға қарасаңыздар болады. Міне біз осылай барлық жемістерімізді турап алдық. Енді осы қайнататын ыдысымызға салып, каркадеміз бен қантымызды қосамыз. Үстінен өлшеніп алынған каркадемізді қосып, және де арнайы компотқа өлшеп алынған 1 килограмм қантымызды қосамыз. Сіздер өздеріңіз компот дайын болғаннан кейін тәттілігі сіздер үшін аз болып жатса, онда өздеріңізге тағы да 200-150 граммдай қант қосып араластырсаңыздар болады. Міне біздің отбасымызға осы тәттілігі жеткілікті болды. Енді үстінен 10 литр суымызды бөліп құйып аламыз. Егерде сіздерде бұлайынан құйғыларыңыз келмесе, ендеше сіздер өздеріңіз ең бірінші суын құйып, одан соң үстінен туралған жеміс жидек, каркаде, қанттарыңызды салсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан мен бөліп 10 литр суымды дайындап алып, содан соң үстінен құйып шықтым. Міне барлық суымызды құйып алдық. Енді біз 20 минутқа осы компотымызды қайнататын боламыз. 20 минут бізге жеткілікті. Содан соң бөлме температурасында суытып алып, ішіндегі барлық жемістерін сүзіп аламыз. Мінекей достар, біздің компотымыз дайын болды. Мен осылай сүзгіштің көмегімен жақсылап сүзіп алдым. Ішіндегі барлық жемістерін сүзіп алып, ыдыстарға бөліп құйып шықтым. Біз отбасымызбен тек қана қайнатылған компот ішуді жөн көреміз. Міне осылай жақсылап сүзгіштен өткізіп, ыдысыңызға құйып алып, суығаннан кейін ішсеңіздер өте дәмді болады. Мінекей осылай қою, қанық, әдемі түсте болды. Енді маған келесі видеоларымды да ертерек көру үшін подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!